Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып дүниетану 28-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы: адамдар үнемі сауда жасады ма? Осы тақырыпта бүгін сендермен сөйлесетін боламыз. Олай болса, балалар, ежелгі адамдар өздеріне қажетті заттарды өсімдіктер мен жануарлардан алды. Адамдар нені өсіріп, қандай заттар жасағанын айтып бер. Қане, өз ойыңмен бөліс. Суретке қарасақ, балалар, бірінші суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл жерде ежелгі адамдар бұл жерде немен айналысып отыр? Құмыра жасаумен айналысып отыр. Екінші суретке назар аударсақ, бұл жерде қойларды, яғни жануарларды бағып жүргенін байқаймыз. Үшінші суретке назар аударсақ, бұл жерде егін немесе шөптерді жинап, егіндерді жинап, егін шаруашылығымен айналысып жүргенін байқаймыз. Келесі суретте бұл жерде тоқыма өнерін байқаймыз. Уақыт өте келе адамдар қолдан жасалған бұйымдарын, баққан малы мен өсірген астықтарын өздеріне қажетті заттарға айырбастай бастады. Осылайша тауар алмасу пайда бола бастады. Мысалы, өздерінің қолдан жасалған құмыраларын өсірген бидайға айырбастады. Бір-бірімен екеуі айырбастады. Содан соң өсірген қойлары мен тоқыған жаңағы кілемдерін, неше түрлі бұйымдарын екеуін бір-бірімен айырбастай бастады. Тауар айырбасқа немесе сатуға арналған өнім. Кей кезде тауарды тауарға қолма-қол айырбастау мүмкін болмады. Суреттерге қарап, неге олай болғанын түсіндіріп көр. Мысалы, балалар, бізде бұл жерде қолма-қол айырбастауға мына жерде қойшыны көреміз, шопанды көреміз. Шопанға не қажет болды? Не айырбастау мүмкін болмады? Бұл жерде балта, ол екеуі бір-бірімен сәйкес болмады. Ал мысалы, қой өсірушімен ол тағы да бидай, егін шаруашылығы бір-бірімен айырбастау мүмкін болмады. Екінші суретте, яғни айбалта, қолөнер шеберімен жаңағы етікті айырбастау мүмкін болмады. Неге деп ойлайсың? Қолда бар тауарды айырбастап алу үшін басқа бір тауарды табу керек болды. Ондай тауар ақша. Халық арасында тері, тұз, мал, ақша есебінде жүрді. Содан кейін адамдар ақша ретінде алтын, күміс қоймаларын қолданды. Балалар, сызба бойынша сауданың тауарларды сату мен сатып алудың қалай жүргенін түсіндір. Бұл жердегі ортадағы сурет ақша. Ақша ретінде бізде ерте кезде қой, бидай, құмыра, неше түрлі тауарлар, етік, киім. Балалар. Кейіннен адамдар тауар сатып алу үшін қағаз ақшалар мен темір бақырлар қолдана бастады. Қазір
қағаз ақшалармен қатар электронды ақшалар да пайдалана бастады. Темір ақшалармен салыстырғанда қағаз ақша мен электронды ақшалардың айырмашылығы қандай? Осы сұраққа жауап беріп көр. Мына суретте байқап тұрғандарыңдай қағаз ақша, екіншісінде электронды ақшалар. Екеуінің айырмашылығын айтып, өз ойыңмен бөліс. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.